Баршаңызға қайырлы күн, құрметті шебер ханымдар, менің алтын оқырмандарым, қалдарыңыз қалайсыздар? Мен бүгін осындай керемет 3D жастықтың мастер-классын тегін ұсынамын. Бұл менде онлайн мастер-класс, сондықтан видеоны соңына дейін көріп, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Және бұл видеода мен ұсақ-түйек барлық заттарына дейін толығымен ашып, бүткіл құпиясымен бөлістім. Және де бұл жасықшаны даже кішкентай қыздар тіксе болады, бір тіккеннен қолдарынан келеді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Неше түрлі лайфхактармен, пайдалы кеңестермен бөлістім. Менімен бірге болыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Егер де осы 3D ою осы жастық шамның мастер-классы 5000 просмотрды бір аптада жинайтын болса, мен сіздерге мозаика көрпешесінің тегін мастер-классын шығаратын боламын. Менің инстаграм парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Қыздар, мен енді қажетті заттармен таныстыра кетейін. Бізге не керек? Ең басты түрік велюры керек. Бұны матовый велюр деп атайды. Кейбір жерлерде турецкий велюр, кейбір жерлерде шлорный материал деп айтып жатады. Общий материал осындай. Менде қоңыр және ақ түсін таңдап алдым. Өйткені менде диванымның жапқышы қоңыр түстен болғандықтан қоңыр мен ақты үйлесімді етіп алдым. Екі жағында тұрады, әдемі болып. Сол үшін үйге тігетін болғандықтан осы светтер маған керек болды. Одан кейін бізге флизелин керек. Енді бұларды біреу білсе, біреу білмес, сондықтан да толығымен айта берейін. Сіздер ренжімеңіздер. Мынау флизелин дегенде асты осындай жылтырлақ, үсті жылтырламайды. Астыңғы жылтыр жағы жабысады, үстіңгі жағы жабыспайды. Яғни бұның бір ғана жері жабысады. Осындай флизелин керек болады бізге. Размерлерін сосын айтам, асықпаңыздар. Паутинка бізде де тоже екі жағы жабысады. Двухсторонный паутинка десеңіздер, аластар тура осындай мына жұқа. Осы флизелин, паутинка және де поролон керек болады. Мен сразу айтайын, мен екі жастықты бірден тігейін деп жатырмын. Сол үшін мен екі-екіден дайындап алдым. Мінекей осы поролон, ені 1 сантиметрлік. Осындай поролон кейбір жерде губка деп атайды. Одан кейін қыздар тағы да бір лайфхак бір керекті ақпарат айта кетейін. Мына флизелин, паутинканы алатын кезде міндетті түрде, егер сіздер тігінші болып мен мастер-классына қатысып 0-ден бастап жатсаңыздар, сразу рулонмен алғандарыңыз дұрыс, өйткені арзанырақ болады. Ал метрмен алсаңыздар қымбатқа түседі. Ары қарай бізге қайшы қажет болады. Қайшы менде номер 10. Осы қайшы негізі дұрыс кеседі, өте күшті кеседі. Одан кейін сызғыш, үлкен сызғыш, кішкентай сызғыш қажет болады. Бор немесе ручка, Мәні ручка. Одан кейін осындай резка. Осы резкамен қолдансаңыздар күштіден де тез кесіп бере салады, бірақ қолданғанда абай болыңыздар, Мінекей. Енді одан кейін мен оюмның, ою 3D жастық шамның жан жағын кішкене болсын құрақпен жалғаймын. Сондықтан құрақпен жалғағаннан кейін маған осындай голограмма дейді, диск мата дейді енді. Әркім әртүрлі айтып жатады. Міне осындайдан мен 4-4 сантиметр етіп кесіп алдым. Міне. Және де бұл голограмманы қолданар кезде міндетті түрде астына флизелиннің мынандай жылтыр жағын астына қарай жабыстырып, бірінші үтіктеп дайындап аламыз. Одан кейін барып 4 сантиметр етіп кесіп шығамыз. Әйтпесе ол өте жұқа, формасын құртып алады. Одан кейін бізге айттым ғой жаңа, құрақтар құраймын деп, жан-жағынан. Сондықтан мен 4 сантиметр етіп осындай ленталарды дайындаймыз. Қоңыр және ақ түстен. Мында тек қана менде ақ, қазір қоңырын дайындайтын болам. Сіздерге жай ғана көрсетіп жатырмын 4 сантиметрлік. Бұны 3 сантиметр етсеңіздер де болады. Андай құрақтарыңыз жиі әдемірек болу үшін. Енді өздеріңіз қарап көріңіздер. Одан кейін мына ою. Қыздар осы оюда қаяқтан аламын деп сұрайсыздар. Мен инстаграм парақшама тіркеліп, менің дайрегіме жазсаңыздар, мен сізге ссылканы жіберемін. Қай жақтан осы оюды алу керек екен. Менде бүткіл ою дайын тұр. Және ол тегін. Сондықтан мен инстаграм парақшама тіркеулеріңіз керек. Сол үшін тіркелгеннен кейін сіздерге осы оюлардың барлығын жіберетін боламын. Барлығы тегін, дайын тұр осы. Енді ол оюларды алғаннан кейін скриншоттап, скринмен осылай жасап аласыздар соткадан. Одан кейін барып, бұны фото шығаратын жерлерден 20 теңгеге шығарып береді. Міне мен 20 теңгеге шығарып алдым. Міне екі оюында шығарып алдым. Бұны басқа көрпеше қолданатын болам. Бұл өте кішкентай да, мен размермен сәйкес келмейді. Көп тігіншілер андай лазерныйден барып күшлеп тұрып жасатып жатады. Бірақ мен ондайға қазір ауылда тұрғаннан кейін мүмкіндігім жоқ. Ондай ауылда бізде ондай жоқ болғандықтан мен осылай етіп жаңағыдай шығарып аламын. Бұны қалай қолдану керек, қазір айтамын. Мінекей қыздар, бізге барлық қажетті заттар
Болды. Осымен қажетті заттарымыз дайын. Енді ары қарай көрсетемін. Мінекей біз флизелінімізді алдық. Енді бұл флизелінімізді 36-да 36 сантиметр етіп 2 штук қырқып аламыз. Қыздар, мына паутинкамен жұмыс жасаған кезде кішкене шыдамдықты талап етеді, өйткені жылжып кетеді жұқа. Сондықтан ана жеріне мен қайшы қойып қойдым. Енді бұны 36-да 36 етіп қырқамыз. Және де айтайын дегенім, мына жерде егер де сіздер рулонмен алатын болсаңыздар жақсы да, өйткені ақшаларыңызда көп шықпайды. Рулонмен болған кезде арзанырақ түседі. Одан кейін мына матамызды алған кезде, рулонмен алған кезде, мына екі жағына бүктейсіздер. Мына жерде бір қабат қой, мен оны сразу екі қабатын алдым да былай бүктедім. Сонда бізде как раз 2 штук керек болады. 2 штук шығады да. Мен 2 жастық жасайын деп жатырмын бірден, сондықтан да мен 2 қабат етіп сразу 4-еу кесіп аламын. Сіздер де солай жасаңыздар болады. Былай бір-біріне қосқан кезде ровно мына 4 жастыққа шығады екен. Мінекей қыздар, біз ойымыз осылай дайындап алдық, мінекей дайындап алдық, қырықтық. Енді бұны ватман деген қалыңырақ қағаз бар, соған сызып түсіріп шығамыз. Енді қыздар, ойымыз сызу керек болады. Бағана мен осы ойды көрсеттім ғой сіздерге, қалай қырыққанымды түсіндірген болады. Енді соны мына ватман деген қағаз бар, қалыңырақ кішкене, соған осы ойымызды сызамыз. Мен сіздерге беретін ойы тура етек жағы осылай келеді, төртбұрыш болып, соны кішкене мен өзгерттім. Сіздер солай өзгерттіңіздер. Мына оюды ватманға былай қойып, бастырып, одан кейін қараңыз, мына былай тұр ғой, астыңғы жағын кішкене былай жіберіп жібереміз астыға қарай. Астыға қарай жібергенде матаға сызған кезде ойымыз әдемі болады. Сол үшін мына жерін кішкене болсын, былай тұрған жерін былай етіп өзгертеміз, кішкене астын жалғаймыз. Және де осыны ары қарай қырқамыз енді. Енді қыздар, менде ою осы айвари түстен болады, ал астыңғы жағы менде қоңыр болады. Енді ақ матамыз бізде 36-да 36 сантиметр. Мен оның ортасын былай белгілеп алдым, екі жағын осылай. Енді бұның үстіне осы жерін жақсылап тұрып тыңдап алсаңыздар, мына флизелинді қоямыз. Бұл флизелин жаңа айтып кеттім, 36-36 деп, яғни барлығы менде 36 сантиметр. Мынау қарасаңыздар, мына жағы жылтырлайды. Мына жылтыр жағын астына қаратып, былай етіп үтіктеп аламыз. Үтіктейміз, жақсылап тұрып үтіктейміз. Осы флизелиннің үстінен паутинкамды менде дайындап алдым. Мына паутинкамызды да жабыстырып, тігінен қойып шығып, осыны да, яғни ақтың үстіне флизелиннің үстіне паутинкамызды қойдық. Паутинкамызды осы үстіне пергамент қағаз фрекенбук деген түрін қолданыңыздар. Одан кейін үтікпен басып, жақсылап тұрып үтіктеп келеміз. Қыздар, мына жағында бір айтып кетейін, бұл енді подробный мастер-класс болғаннан кейін барлығын сіздерге толығымен түсіндіріп жатырмын. Мына жаңағы немізді алдық қой, матамызды, флизелин паутинканы, оның астына үтіктеген кезде шыт мата қойғандарыңыз жақсы. Бұл менде баламның қолданбайтын пеленкасын қойып қойдым. Енді одан кейін барып үтіктімізді пармен емес, парсыз үтіктейміз. Мінекей. Менде осындай итак бары жоқ үтік. Паутинкамызды қойып, жақсылап барлығын жан-жағын үтіктеп шығамыз. Қыздар, енді міне үтіктеп болғаннан кейін, бұл ыстық болып тұрған кезде былай немесе басқа шағылып, үстіне тағы да басқа бір нәрселерді қойып, олай жасамаңыздар, өйткені бұлар ыстық болған кезде бір-біріне жабысып, мына паутинкаңызды құртып жібереді. Жабысып қалады да, сондықтан да бөлек-бөлек қойыңыздар. Тағы да біреу осылай істеп жатырсыздар ма, оны бөлек қойыңыздар, жабысып қалмас үшін. Енді біз ары қарай енді оюымызды сызатын боламыз. Қыздар, біз мынау жаңағыдай флизелин, паутинка жабыстырылған матамызды алып, оған ары қарай оюды сызатын боламыз. Мен қалай сызып жатқанымды жаңа видеоға түсірейін деп ұмытып кетіппін, бірақ ол өте оңай.
Енді біз мынау лекаламызды ватманға сыздық, иә. Міне кішігірім осындай лекала шықты. Енді осы лекаламызды сызбас бұрын мынау матамызды былай, мен жаңа X қылып бөлдім ғой. Одан кейін мына ортасын осылай, мына былай бір рет бөлеміз, сосын ортасынан тағы да бөлеміз. Мына түзуінен X қылып бір бөлесіздер, содан кейін түзуінен плюс қылып бөлесіздер. Бұрыштары бөліну керек. Мына бұл оюымызды дұрыстап сызу үшін, түзурек сызу үшін. Одан кейін олай сызып болғаннан кейін тура соның жаңағыдай мына жерде көріп отырсаңыздар, менде сызық тұр. Мынау соған, мынау ойымыздың бұрышы соған сәйкес келу керек. Мына жағына келген кезде мына жерде мынау сызығымызбен бірге мына оюды былай түзурек, былай қиғаштап қылып аламыз кішкене. Сол кезде мына ою ары қарай жалғасатын болады. Ал сіздер жандайда енді 4 бұрышты қошқар мүйіз болатын болса, ондай былай сызып жүрудің қажеті жоқ. Сразу қоясыздар да лекаларыңызды ары қарай сыза бересіз. Жоқ болса осылай жасауға болады. Тоже әдемі шығады. Міне барлығын осылай қойып аламыз, қараңыздар. Осылай қойып алғаннан кейін мына бұрыштар сәйкес келу керек, мына бұрыш сәйкес келу керек. Соған да мән беріңіздер. Барлығын ручканың көмегімен осылай сызып шығатын боламыз. Сызып шыққаннан кейін, қыздар, оны қырқатын боламыз. Қырққанда қалай қырқамыз? Мен сізге үлкен көрсете берейін. Мен жаңа видеоға түсірем деп ұмытып кеттім да. Одан кейін қырқып жатқан кезде есіме түсті. Сіздердің сұрағандарыңыз. Мен алдында да мен көрсеткен болатынмын. Бұны қалай сызу керек екен. Мына қыздар, сызған кезде мына шетінен, мына жақ шетінен былай сызбайсыздар. Мынаның іші де керек болады, бізге сырты да керек болады. Бірақ маған жастық үшін іші ғана керек. Мен екеу істеймін. Ал мына сыртын басқа бір нәрсеге, көрпешеге, жастыққа, басқа бір нәрсеге қолдануға болады. Енді мынандай шепчиктің көмегімен, немесе распариватель дейді жаңағыдай, сөгетін, немесе рисканың көмегімен осылай бұрышын, көрдіңіздер ме, мына бұрышын былай кішкене қиып аламыз, содан ары қарай жалғастырып қиямыз. Егерде осы шепчикпен де қисаңыздар болады, қайшымен де болады, бірақ арнайы ою қиятын қайшы бар базарда. Соны сатып алып, сонымен де жасасаңыздар болады. Мен сіздерге қарапайым түрін көрсетіп үйретіп жатырмын, қыздар. Міне. Осылай барлық бұрышын түзулеп сызып шығамыз. Сызған кезде аккуратно сызыңыздар, Мінекей қыздар, біз ойымызды ойып қырқып алдық. Мінекей оюдың сырты, міне оюдың іші, қараңыздаршы. Тура ана кәдімгі лекалы жаңағыдай лазерныйға қырықтырған сияқты. Бізде де осындай шықты қошқар мүйізіміз. Егерде ондай жағдайларыңыз жоқ болса, осындай вариантты алсаңыздар болады, үйренсеңіздер. Енді мынау қалған қоңыр матамызды алып астына қойып аламыз. Қазір содан кейін орысқа мән беріңіздер, қыздар. Орыс туралы ұмытып кетпеңіздер. Мінекей менде осылай, көрдіңіздер ме, түсі өзгеріп жатыр. Былай еткен кезде мынау қолда басқа жатыр, былай еткен кезде әдемі жаңағы еді, былай жатыңқы тұрады. Значит, бізде орысымыз үстіңгі жақта деген сөз. Мінекей оған белгі беріп қоямыз. Белгі бердік, белгісін. Енді мынау біздегі оюымызды жабыстырамыз. Міне мына жерде жақсылап тұрып, оюларымызды біркелкі етіп қоямыз. Жан жақтағыларды сантиметрмен өлшеп қойсаңыздар да болады. Үйлер болғаннан кейін осындайлар түседі. Болғаннан кейін бұны бір қағып жібереміз. Мынау сызғышымызды алып, қоңыр мен ақ түстің үйлесімдігін көрген шығарсыздар. Қазір біз соңында бұны әсемдейтін боламыз, асықпаңыздар. Енді мен осылай қошқар мүйіз жасаған кезде осылай өлшеп аламын шет-шеттерін.
Осылай қойып болғаннан кейін біз бұны жақсылап тұрып үтіктейміз. Ішіне пергамент қағазын төсеп үтіктеп шығыңыздар. Мінекей қыздар, біз ойымызды ойып алдық. Қоңыр матаға ақ ойымызды ойдық. Енді егер де сіздер қаласаңыздар, мына оюдың іші емес, сыртын былай қолдансаңыздар болады. Мына қоңырға, жастыққа, 3D жастыққа сыртында ішіне қолдана беруге болады. Енді мына оюмызды жабыстырдық қой. Жабыстырғаннан кейін оны теріс қаратамыз. Мына былай теріс қаратып болғаннан кейін, мынаны теріс қаратып болғаннан кейін, қыздар, біз бұған ең бірінші паутинкамызды қоямыз. Жақсылап тұрып түсініп алыңыздар, ең бірінші паутинкамызды қоямыз. Мына паутинкамызды қойдық. Паутинкамыздың үстінен поролонды қоямыз. Мына 36 сантиметр менде барлығы, жаңа айтқан болатын, міне. Бұның үстінен тағы да паутинкамызды қоямыз. Міне, паутинкамызды қойдық. Бұның үстінен флизелины қоямыз, қыздар. Қабат қаптама болды. Міне, астыңғы жылтыр жағасына қарайтын ұмытып кетпеңіздер. Әйтпесе үтіктеріңіз жабыс масқара болыстыр. Енді көрдіңіздер ме, қалай кішкене қалыңырақ болды, иә? Мінекей болды осылай. Мына флизелинмен жабыстырдық. Ой, флизелинді төседік. Міне қараңыздар. Тағы да түсіндіріп айтып кетем. Міне қоңыр матамыз, иә? Оның астына паутинка двухсторонний, губка, нет, поролон, губка деп айтады. Паутинкамызды қойдық, одан кейін флизелинді қойдық. Енді үтігімізді жақсылап тұрып ысытамыз. Одан кейін жақсылап тұрып үтіктеп шығамыз. Мінекей барлығын біріктіріп алғаннан кейін, осылай барлығын қойғаннан кейін үтікпен басып тұрып үтіктейміз барлығын. Қатты басып үтіктеңіздер, өйткені қалыңырақ. Ең маңыздысы осы жер. Қатты басып үтіктей беріңіз. Одан кейін астан үтіктеп болғаннан кейін үстінен де бір рет басып өтіңіздер. Егер де асты дұрыс жабыспай жатса, мен астан үтіктедім, енді үстінен тағы да бір өтемін. Қатты басып үтіктей беріңіздер. Қорықпаңыздар. Мына үстін үтіктеген кезде пергамент қолданамыз, астын үтіктеген кезде тоже пергамент қолдансаңыздар болады, марлі да қолдансаңыздар болады. Ол флизелиннің бір жағына жабысады, ол екінші жағы жабыспайды. Флизелиннің үстінен мен үтіктедім. Бірақ марлі қойғандарыңыз дұрыс негізінде. Осылай қатты басып, үтіктеріңіз қатты қызған болу керек, парсыз үтіктейміз барлығын. Алдында, артында. Мінекей қыздар, біздің оюымызды үтіктеп болған болсаңыздар, ойымыз дайын болса, енді біз тігін машинамызға отырып, оны зигзагтайтын боламыз. Міне мен машинкамды көріп тұрсыздар. Жаноми маркасы осындай. Міне егер де сіздерде осындай Жаноми болса, мен қазір көрсетемін, оны қалай мен зигзагтайтынымды. Қыздар, мен тігін машинасын қалай қолдану керек, жіпті өткізу Жакта да, Жаномині де, берса Аверлокта да көрсететін боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Егер де мотивация беретін болсаңыздар, маған шабыттандырып жіберсеңіздер, барлығын сіздер үшін үйретемін. Енді мен мынау зигзагты, мынау жердегі дөңгелекті мен S-ға қоямын. S деген бізде көріп тұрсыздар, ол бізде міне зигзаг, S. Иә? Одан кейінгі мынау кейінгі дөңгелек, мен қазір оны матада түсіндіретін боламын. 0 мен 1-дің ортасына қоямын. 0 мен 1-дің ортасында тұр. Одан кейінгі дөңгелек менде 4-те тұрады. Мұнан 4-ке қоямын. Енді қыздар қараңыздар. Бұл зигзагты егер сіздер бірінші тігіп жатқан болсаңыздар,
осындай кішкентай бір матаны алып, соған тігіп, қолдарыңызды үйреткендеріңіз дұрыс. Өйткені зигзагты оюға тіккен кезде ол жылжып кетеді да, матаңыздың барлығын, оюңыздың барлығын құртатын болады. Оны сөгіп отыру да қиын. Сондықтан осындай кішкентай бір матаны алып, қолдарыңыз үйренгенше осындай матаға тігіп алыңыздар бірінші, көріп алыңыздар настройкасы қалай болатын. Енді мына ортасындағы дөңгелек не ол, қыздар? Міне мен S0.1-дің ортасына қойдым. Мына жерін 4-ке қойған кезде менде тігісім осындай нығыз шықты. Міне көрдіңіздер ма? Ортасы да, жаңада мынандай ұзындары да барлығы бірдей нығыз шықты. Бұл настоящий зигзаг, оюға керек зигзаг. Міне. Ал одан кейінгілерді мен сізге былай түсіндіру үшін осылай тігіп қойдым. Енді егер сіздерге бұл ақпарат керек емес болса, жылжытып өткізіп жіберіңіздер. Мен жаңадан қосылып жатқан оқырмандарыма түсіндіріп жатырмын. Мына жердегі зигзаг, мына орталары ашылып тұр ғой. Мына зигзагтардың орталарын қарасаңыздар, ашық тігілген, ашық. Мен оны былай мына орталарын екіге қойып тіккен кезде осылай ашып тігілді. Яғни мынау дөңгелек, мына орталары, мына орталарын көрсетіп тұр ғой, міне 2, 3 деп орталарында нелері осылай тігіледі деп тұр. Орталары осылай ашылып тігіледі деп тұр, мына ортасындағысы. Ал мынау келесі дөңгелек нені білдіреді? Келесі дөңгелек міне. Келесі дөңгелек ол мынау жердегі нені? Ұзындығын, мынау зигзагпен, мына зигзагтың ұзындығы, міне. Ұзындығы. Егер де мен бұны 5-ке қойсам, міне, мына 5-тегі тігісі осы ұзын болады. Ал сіздер оны 1-ге қойсаңыздар, ол совсем кішкентай қылып тігетін болады. Бұл яғни бізде ұзындығын көрсетеді. Мына жер мен мына жерін тігісін көрсетеді. Ал мына жердегі нелі болса, ортасындағы дөңгелектегі зигзагтың ортасы ашық қой. Вот соны білдіреді. Түсінікті деп ойлаймын, қыздар, иә? Түсінікті болса, оюымызды алып, тігісімізді бастайтын боламыз. Менің настройкам тура бағанағыдай S0.1-дің ортасында тұрады. Міне, жаңа сіздерге көрсетуім үшін дөңгелетіп қойғам. Мына жер 4-те тұрады, міне. Яғни біз мына тігісті қолданамыз. Нығыздап, ең бірінші тігілген тігісті қолданатын боламыз. Міне мынау оюымызды алып, тура мынау ұшын көріп тұрсыздар ма? Ақ оюдың ұшын инеге кіргіземіз. Инені сол оюдың ішіне кіргіземіз. Міне, дәл кіргіземіз. Міне. Былай кіргіземіз. Енді кіргізгеннен кейін так, лапкамызды бастық. Міне, лапкамызды бастық. Басқаннан кейін енді бұны жақсылап тұрып зигзагтаймыз. Зигзагтағанда, қыздар, мынау ақ жіп, оюымыз ақ, жібімізде ақ қой. Бежевый, айвари түсем мынау матам. Сол қоңырдың шетіне кішкене ғана 0.1 сантиметр ғана шығу керек. Басқа былай мына жаққа қарай ақ жіптеріңіз кетіп қалмасын. Енді мен сіздерге тігіп кішкене көрсетейін. Одан кейін ары қарай тура солай жалғастырып тіге бересіздер. Мына жақтан емес, мына жақтан бастаймыз. Енді өзіме осылай ыңғайлы. Кеттік. Бұл жерде енді астары кішкене қалыңырақ қой. Мына матамыздың, сол үшін мына жағынан кішкене ғана тартып отырасыздар. Бұлай тартып кетпеңіздер. Зигзагтарыңыздың орталары ашық болып қалады. Қазір тағы тігіп көрсетейін. Міне біз былай тіктік қой, қыздар. Міне тігісі осылай болып шығады. Мінекей. Енді былай тігіп келе жатамыз да, мына жақына қарай бұрылу керек қой. Сол кезде біз инені
астына қарай тығып, міне ине былай жоғары емес, мына бұрышында осылай қадалып тұру керек. Именно бұрышына дәл келтіреміз. Міне бұрышына дәл келгеннен кейін инені дәл сол бұрышына кіргіземіз. Міне лапқа көтеріліп тұра береді, сіз былай жөндеп аласыз мына ойыңызды. Одан кейін барып лапканы түсіріп ары қарай тігетін боласыздар. Сол кезде мына үш бұрыштары дәлме-дәл келеді. Сондықтан ары қарай соңына дейін жалғастырып тігеміз. Соңына келген кезде закрепка беруді ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, біз ойымызды зигзагтап алдық. Зигзагтап алғаннан кейін егерде мына жерлері сіздерге ұнамай жатса, мен бұны енді үйге тігіп жатырмын. Егерде ұнамай жатса, артыңғы жағынан қаратып үтіктеп жіберсеңіздер болады. Одан кейін қыздар, мен жаңа айтуды ұмытып кетіппін. Мен үтіктеп болғаннан кейін өлшегенде 36-да 36 сантиметр болды. Яғни еш жер қысқарған жоқ, кішірейген жоқ, иә. Ал енді қазір зигзагтап болғаннан кейін мен өлшегенде 35 сантиметр болып тұр. Яғни 1 сантиметрге қысқарады екен. Соны естеріңізге сақтап алыңыздар. Одан кейін зигзагтап болғаннан кейін мен мына жерлердің барлығын түп-түзу қылып етіп кесіп, мына жағын қазір сіздерге көрсетейін деп отырмын. Мына кесіп, осындай артық жерлерін алып тастаймыз сызғыштың көмегімен және де резканың көмегімен. Сызғыштап сызған кезде мына жағында өлшеңіздер. Мына жағы қанша сантиметр болып тұр, мына жағы да тура сондай сантиметр болу керек. Енді сіздердің көздеріңізше көрсетейін. Дәлменде 33-те 3, яғни 33-те 5 сантиметр. Мына жағында 33-те 5 сантиметр. Енді ары қарай бұны өлшеп алғаннан кейін екі шетінде бірдей қылып алғаннан соң біз не істейміз? Біз мына жерлердің барлығын бір ғана тігіспен тігіп шығамыз. Бір ғана простой тігіспен тігіп шығамыз. Промышленный машиналарыңыз болса жақсы, болмаса жанармай машинасымен тіге береміз. Айналдырып бір ғана тігіспен тігіп шығамыз соңына дейін. Осылай тігіп шығыңыздар. Зигзагтағанда осындай шпульканы толтырып алсаңыздар, бір жастыққа жетеді. Даже бір жастығына артылып, бір жарымға дейін жетеді екен. Кішкентай болса да сіздерге айтып қояйын. Біз айналдырып бір тігіспен тігіп шыққаннан кейін мында қырқылған ақ, мына бізде қоңырмен, сырт қоңыр болғаннан кейін мен ары қарай ақпен жалғастырамын. Түтігіне қараңыздар. Енді соны біркелкі етіп, бір тігіспен тігіп шығамыз. Мен жаңа айтуды ұмытып кетіппін. Көрсетуді мен жанармай машинасымен біркелкі бір тігіс тігер кезде мен ортасындағысын 3 немесе 4-ке қоям. Қазір менде 3-те тұр, мен 3-пен тігіп жатырмын. Мына жерін мен 5-ке қоям. 4 пен 5-ің ортасында тұрады. Енді ары қарай тігеміз.
Міне қыздар, біз ойымызды бітіріп жан-жағымызға лентаны төсеп болғаннан кейін мен тек қана 2 ғана лента төседім. Мына голограмманы тіксеңіздер де болады, тікпесеңіздер де болады, өз еріктеріңіз әрине. Ары қарай жалғастырасыздар ма, 50-де 50, 70-те 70 қылып жатады кейбіреулер. Бірақ маған осы мен диванның шетіне жетеді осы размер. Менде 44-те 44 сантиметр болып тұр. Енді мынау шеттеріне кантик жалғасаңыздар да болады, немесе осындай лентаны 3 сантиметр етіп алып, 2 рет былай осылай қысқартып, бүктеп, тура осы шетіне осылай қайырып, астармен бірге тігеміз. Одан кейін мынауның алды артын барлығын өлшеп алыңыздар. Тура солай астарын да өлшеп, бірдей етіп тігеміз. Мына жерде мән беретін нәрсе, мына ворсты ұмытып кетпеңіздер. Мына жерде жастығымыздың ворсы астына қарап тұрса, яғни мына жердегі астары да астыға қарай жату керек. Мына қазір көреміз. Мына менде былай болып тұру керек. Осылай дәл өлшеп, шет-шеттерін бәрін тура қылып, мына лентасымен бірге, немесе кантик жалғасаңыздар, кантикпен бірге инемен қадап алып, машинкамен тігіп шығамыз соңына дейін. Мінекей менің 3D ою жастықшам осымен бітті, қыздар. Сіздерге ұнады деген, түсінікті болды деген ойдамын. Бұл менде двойной, яғни мына жағында қолданылам, мына жағында артында алдында қолданылам. Егер сіздерде шашақ болса, шашақпен жасасаңыздар өте әдемі болады. Міндетті түрде тігіп көріңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоларда кездескенше. Әлі талай керемет мастер-класстар болады. Менімен бірге болыңыздар.